Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Абылай хан көп қырлы тұлға. Абылай хан 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған қазақ хандығының 18-ші ханы. Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Арғы тегі Ақ Орданың негізін қалаған Орда Ежен ханнан бастау алады. Абылай онымен қоса Ұрыс хан, Барақ хан, Әз-Жәнібек хан сияқты билеушілердің тікелей ұрпағы. Абылай хан қазақ тарихындағы бірегей тұлға, Кенесары ханның атасы. Абылай ханның шын есімі Әбілмансұр, ол көркем уәли сұлтанның ұлы. Абылай хан Қанішердің немересі, Барақ ханның 9-шы ұрпағы. Абылай ханның арғы атасы қазақ ордасының атақты негізін қалаушы Әз-Жәнібектен шыққан. Ол өз кезегінде Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханның ұрпағы. Әбілмансұрдың әкесі Жоңғария билеушісі Цеван Рабданның шапқыншылығы кезінде жаулардың қолында ұрыста қаза тапқан. Көптеген қайғы қасіреттер мен қиындықтарды бастан кешірген болашақ хан 12 жасынан бастап қарапайым ортада өсті. Бұл оған кейінірек шынымен бүкіл халықтық көшбасшы болуға көмектесті. Абылай туралы жазбаша тарихи деректер біздерге түсінікті орыс тілінде жиі кездеседі. Оған дәлел Ресейде революцияға дейінгі уақытта шығарылған барлық энциклопедиялық сөздіктердің бәріне дерлік Абылай хан туралы мәліметтер бар. Бұл тақырыпты зерттеуде қазақтың ұлы ағартушы ғалымы Шоқан Уәлихановтың Абылай атты мақаласы үлкен маңызға ие. 19 ғасырдың 60 жылдарының басында жазылған ол Абылай ханға арналған алғашқы ғылыми жұмыс болып табылады. Ол туралы көптеген қызықты мәліметтер, атап айтқанда 50 жылдары жиналған 18 ғасырдағы батырлар туралы тарихи материалдарда кездеседі. Қазақ хандары мен сұлтандарының шежіресі туралы өзі құрастырған кестелерде аса құнды. Шоқан Уәлиханов Абылайдай шексіз билікке ие болған бірде-бір қазақ ханының болмағанын, оның мемлекет билігін орталықтандырып, нығайту бағытындағы әрекеттерін, ханның билігін алқалы кеңес арқылы шектеп отыратын рубасылары мен сұлтандардың өркөкірек үстемдігін шектегендігін жазды. Сонымен қатар көршілес аспан асты елінің, яғни Қытай деректерінде де көптеп материалдарды кездестіруге болады. Абылай хан туралы Қазақстанның өзінде және одан тыс жерлерде тіл білетін зерттеушілер көптеп көтеріп жүр, бірақ ол әрине басқа мәселе. Абылай туралы айтқанда оның көп қырлы қызметін мүмкіндігінше толықтай ашу үшін қазақстандық тіпті түркі тілдес әдебиеттерге шолу қазіргі таңда әлем мойындаған ауызша тарихты талдаусыз болмас еді. Ал Абылай хан туралы халық ауыз поэзиясының орасан зор массивінде естен шығармаған жөн. Абылайдың тұлғалық қасиетін мәшһүр Жүсіп Көпеевтің Абылай хан туралы жырларының негізінде де қарастыруға болады. Мәшһүр Жүсіп шығармаларында ханға қатысты мәселелер кеңінен тоқталған. Ақынның Абылайдың тұтқын болуына қатысты мәліметтер, Абылайдың бір жорығы, Жәнібек батырдың түсін Абылайдың жоруы сынды дәйектермен мәліметтер өте қызық. Ақын өзі өмір сүрген кезеңнің уақыт шындығын, дәстүр жалғастығын жинақтап саралап қана қоймай, оны көркемдік тұрғыдан толықтырып, тарихи деректермен толықтырып отырған. Сауатын ерте ашып, араб, парсы, шағатай тілдерін жетік білген. Шығыс тарихынан, философиясынан, әдебиетінен мол мағлұматы болған. Шығармаларының көпшілігін шығыс тақырыбына арнап, назиралық әдіспен жазған ақын Шәді Жәңгірұлының тарихат, тарихнама деп әртүрлі аталып жүрген дастаны 20 ғасырдың 70 жылдары табылған қолжазба күйінде ғалымдар назарына ілікті. Бірақ хандарға деген кеңестік теріс көзқарас зерттеушілерді әсіресе Абылайға байланысты тұсын айналып өтуге мәжбүр еткені байқалады. Оны бергі жағында тіпті тәуелсіздік алған жылдары шыққан оқулықтар мен зерттеулерде де дастанның бұл Абылай хан жырлаған тұсы жай айтылып өтумен ғана шектеліп келеді. Елімізде кең тараған тарихи әндерден, аңыздар мен поэмалардан бостандық пен тәуелсіздік, бейбітшілік пен береке туралы жарқын үмітті халық ұлы ханның есіммен байланыстырған көрініп тұр. Ауызша халық поэзиясында Абылай әділ де дана билеуші, батыл жауынгер және қолбасшы ретінде көрінеді.
небір тар жол тайғақ кешуді бастан кешкен ұлттың ұлы перзентінің тағдырының тарғыл жолы мен даңғыл жолы қатар суреттеле отырып, Қараша халқының қамын жеген нар тұлғаның игілікті істері, қарымды қадамы, парасат пен бағамы терең ашылған. Шоқан Шыңғысұлы қазақтардың аңыз әңгімелерінде Абылай айрықша қасиеті бар киелі, керемет құдірет иесі болып саналады. Абылай дәуірі қазақтардың ерлігі мен серлігінің ғасыры. Оның жорықтары және батырларының көзсіз ерлігі мен қаһармандығы жыр дастандарының арқауында айналған деп атап көрсетті. Сондай-ақ қазіргі ауыз екі тілдегі мақал-мәтелдер, нақыл сөздерде Абылай хан туралы нақты айтылғандар да кездеседі. Солардың ішінде аса құрметпен және жиі айтылатыны Абылай хан туралы. Ханның бәрі Абылай емес, батырдың бәрі Ағыбай емес дейді халық нақылы. Сөз жоқ, Ағыбай батыр Кенесары заманында аты шыққан ер, бірақ мақалдағы басты айтылмағы Абылайдың қазақ тарихындағы ерекше орны, ал Ағыбай есімі Абылайға ұйқастырып айту үшін алынған болуы керек. Өйткені Ағыбайдан да басқа атақты батырлар болғаны рас. Бұл мақалда Абылайдың хандық дәуірін және оның сол кездегі билігін, жеке басының қасиеттерін басқа хандардан биік қояды. Яғни Абылайды қадірлеп құрметтеу сезімі жатыр. Абылай хан тұсында ұлы даланы мекендеген барлық 300 қазақтарының бытыраңқы күй кешуі сыртқы жаулары үшін тиімсіз еді. Қазақтардың бір мемлекетке бірігуі Ресейдегі патша үкіметінің жоспарына кірмеген болатын. Бөлу және жеңу қағидатына сүйене отырып, ол хандарды бір-бірімен күресуге итермелеп, азаматтық қақтығысты қоздыруға тырысты. Сондықтан Екатерина II Абылайды барлық 300-дің ханы деп танудан бас тартты. Шоқан Уәлихановтың куәлігі бойынша Абылай хан болып сайланғаннан кейін ант қабылдау үшін орыс шекарасына барғысы келмеді. Ол өзінің қадір қасиетімен Аспан ұлының халық сайлауы мен грамотасымен бұрыннан бекітілгенін айтты. Ал Абылай ханның ықпалын түпкілікті жоғалтады деп алаңдаған патша үкіметі оны орта жүздің ханы ретінде ант қабылдауға көндіру үшін барлық шараларды қолданады. Сезімтал саясаткер ретінде Абылай хан өз халқы үшін Ресей империясымен қарама-қайшылықтың ықтимал салдарын түсінді. Әсіресе Қазақстан үшін солтүстік көршімен сауда-экономикалық қатынастарды дамыту үлкен маңызға ие болды. Грамотаны салтанатты түрде табыстыру үшін Абылай хан патшайымдар Орынборға немесе Петропавлға шақырылады, бірақ ол түрлі сылтаулармен бұл қалаларға келуден бас тартады. Содан кейін Ресей үкіметі грамотаны тапсыру және Абылай ханға хандық қадір қасиет белгілерін және алтынмен тігілген бас киімдер қою үшін хан ордасына арнайы елшілік жібереді. Орыс билігінің мұндай табандылығы патша үкіметінің еркінен тыс хан болуы мүмкіндігі туралы ойларды қоздырмау арқылы түсіндірілді. Оның жеке тұлғалық қасиетінің ерекшелігі билікке келуіне әсері болды деп айтуға негіз бар. 1771 жылы Әбілмәмбет хан қайтыс болған ханның тікелей мұрагерлерімен болғанына қарамастан, жалпы ұлттық қазақ ханы ретінде халық бір ауыздан Абылайды сайлады. Бұл ұлы ханның көрнекті еңбегін жалпыға бірдей мойындаудың көрінісі болды. Ресей патшайымы Екатерина II-ге өзінің қазақ ханы болып сайланғаны туралы хабарлай отырып, олардың Әбілхайыр және Әбілмәмбет хандар қайтыс болуларымен барлық ордаларының, яғни үлкен, орта және кіші хандар мен сұлтандар өткен 1771 жыл тұсында Түркістанда қасиетті Қожақ пен Яссауиде Ташкенттің үлкен және кіші қалалары мен бірге Ахмет біздің дәстүріміз бойынша дұға оқып, мені 3 орданың ханы деп атады, оған атақ берілді деп жазды. Абылай көршілес үлкен екі ел Ресейде, Қытайда мойындаған хан болды. Ол қазақ халқын бір мемлекетке біріктіруде маңызды рөл атқарды. Оның елді жоңғар және цин жаулап алушыларынан азат ету үшін күресін басқарды. Оның жеке батылдығы мен батырлығы, жауынгерлік шеберлігі және қарсыластарының айқын жоғары күштерін жеңуі оған жеңілмейтіндей даңққа ие болды және өз дәуірінің ең атақты қолбасшыларымен тең қойылды. Оның қажырлы еңбегінің арқасында қазақ хандығы өзінің дербестігі мен аумақтық тұтастығын сақтап қалды. Оның есімі көзі тірісінде аңызға айналған, Алашпен тең дәрежеде жауынгерлік ұранға айналғаны кездейсоқ емес. Абылай хан ұлттық тарихқа ең алдымен 300-дің қазақтарын бір тұтас мемлекетке біріктірген дана мемлекет қайраткері ретінде енді. Абылайдың жеке басының ерекшелігі оның мұрагерлік және басып алу бойынша емес, өзінің жеке басының қарымды қабілеттерінің арқасында хан болуында. Табиғи ақыл, әскери батылдық, ұйымдастырушылық талант, шешендік өнер және басқа да жеке қасиеттер оған тек қана алға жылжуға мүмкіндік берді. Ол 7 тілде, оның ішінде Қытай тілінде де білетін және сөйлей алатын болған.
Бірақ Абылай, егер ол соншалықты асыл болса да, ең бастысы Бұқар жырау, Төле би, Қазыбек, Әйтеке, Қанай, Бөгенбай, Қабанбай, Малайсары, Олжабай, Жәнібек және басқа да атақты және ықпалды билеушілер мен дана кеңесшілердің қолдауынсыз хан титулына сене алмас еді. Ол оның ақылдылығының белгісі еді. Сонымен қатар орта жүздің ең мықты рулары Атығай мен Қарауылдың сұлтаны болғанда маңызды рөл атқарды. Абылай өзінің негізгі міндеті ретінде қазақ мемлекеттілігін сақтау және нығайтуды алдына қоя білді. Оның дана басшылығымен қазақ халқының жоңғар басқыншыларымен 200 жылға жуық соғысы қазақтардың толық жеңісімен аяқталды. Қуатты және әскери жоңғар мемлекеті жер бетінен жойылды. Абылай оңтүстіктегі қазақ қалаларын қайтарып ала бастады. Абылайдың мемлекет ішіндегі істері де өте сәтті және табысты болды. Абылай ханның билігін кеңеспен шектей отырған ата-бабалар мен сұлтандардың мықты ерік жігерін, билердің беделін толығымен мемлекетті нығайтуға жұмылдыра алды. Ол өз еркімен олармен есептесуге мәжбүр болды. Хан айналасының ең ықпалды саяси қайраткерлері Қазыбек би мен Бұқар жырау болды. Абылайдың мемлекет қайраткері әрі басшысы ретінде стратегиялық міндеті қазақ хандығын нығайту және одан әрі тәуелсіз түрде дамыту болды. Жағдайдың күрделілігін сезіне отырып ол осы мәселені толықтай шешуге тырысты. Оның халық біріккеннен кейін келесі қадамы көрші мемлекеттермен өзара тиімді, қауіпсіз дипломатия құруды күн тәртібіне қоюы болды. Абылай алға қойған мақсатына жету үшін қолбасшы жауынгерлік дипломатиялық қасиеттері мен батылдығын көрсете алды. Абылай ханның кезінде ұзақ уақыт ішінде алғаш рет қазақтар мен қалмақтар арасында бейбітшілік туралы келісімге қол жеткізілді. Абылай хан бейбітшілікті сақтау және қазақ халқының тәуелсіз дамуы үшін Арыстан мен Айдаһар арасында әйгілі саясат жүргізіп, Ресей мен Қытаймен бейбітшілік туралы дипломатиялық келісімдер жасасты. Шарттар жасай отырып бұл мықты мемлекеттер қазақ халқының және ханның күшімен тікелей есептесуге мәжбүр болды. Орталық Азияның тарихын зерттеуші белгілі жапон ғалымы Сакуш Тори Цин патшалығы үкіметі шекара өңірінің саяси тұрақтылығын сақтау үшін қазақ хандарын өзіне сәлемге келіп тұратын саясат қолданды. Абылайдың қойған талаптарының барлығын қабылдады деген тұжырымы оның аса білгір саясаткер екенінің негізсіз еместігінің дәлелі.